الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға сансыз салауаттар мен сәлемдер жолдаймыз. Аса рақымды, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймыз. Алла Тағала баршаларыңыздың басып келген қадамдарыңызға сауаптан, нұрдан жазсын. Күндердің сұлтаны болған бүгінгі қасиетті жұманың жақсылығы мен берекеті баршаларыңызға болсын. Сондай қасиетті күнде жасаған ізгі хайырлы амалдарыңызды Алла Тағала қабыл еткен болсын. Құранда Алла Тағала біздерге хитаб етіп, яғни біздерге жолдау етіп тұрып, мынадай бір аятты Алла Тағала Құран-ы Кәрімде баяндайды. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Садақаллахул азим. Мағынасында Раббыларының кешіріміне және тақуалар үшін әзірленген кеңдігі көктер мен жердей болған жәннатқа ұмтылыңдар дейді. Алла Тағала бұл аятта Алла Тағаланың кешіріміне асығыңдар және де Алла Тағаланың жәннатына асығыңдар дейді. Ол жәннат қандай жәннат? Ардуха самауат уал ард. Кеңдігі жер мен көктей болған жәннатқа асығыңдар дейді. Ол жәннат кімдер үшін? Ол жәннат уиддат лил муттақин, тақуалар үшін әзірленген дейді. Яғни Алла Тағаланың кешіріміне жету үшін, Алла Тағаланың жәннатына жету үшін тақуалықты ұстанып, сол нәрсеге және жарысыңдар, асығыңдар деп жатыр. Міне осы аятта Алла Тағала біздерге нені бұйырып жатыр? Жақсылықта жарысуды Алла Тағала біздерге өсиет етіп жатыр. Әрине Алла Тағаланың кешіріміне ие болу, ол одан асқан жетістік жоқ. Одан асқан бақыт жоқ. Мүмін мұсылман адам үшін. Біреу Алла Тағала сенің күнәңді кешірді десе, одан асқан бір не жоқ? Бақытты сөз жоқ еститін. Ал кеңдігі жер мен көктей болған жәннатқа жету ол ұлы нығметті. Адам баласы осындай ұлы марапатқа жақсылық пен ізгілік жолында жарысу арқылы ғана қол жеткізуге болады. Жақсылықта, ізгілікте жарысу арқылы Алла Тағаланың кешіріміне және де Алла Тағаланың тақуалар үшін дайындаған жәннатына қол жеткізуге болады. Мұсылмандар барлық істе орта жолды ұстануға шақырылғанымен, жақсылық жасауда, бір нәрсеге көмек беруде, жәрдем беруде асықтырылған. Сондықтан жақсылықта жарысу бұл ең үлкен жарыстардың бірі. Оның нәтижесі Алла Тағала Құран-ы Кәрімде уәде еткендей, ол жәннатта. Мұндай жарыстан кейін кеш қалуға, кейін қалдыруға болмайды. Әркім өз мүмкіндігіне қарай, өз саласында болса да, міндетті түрде сауапты істерде жарыстың қатарында болуы керек. Алла Тағала бұл жайында Құран-ы Кәрімде وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ дейді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінің 148 аятында әркімнің бет алатын өзінің бір бағыты бар дейді. Яғни әркімнің өзінің саласы бар дейді. Біреуі медицинада, біреуі ғылымда, біреуі сауапты істерде. Ендеше сол жақсылықта бір-біріңмен не істеңдер дейді? Жарысыңдар дейді. Ал оның нәтижесіне Құранда Алла Тағала уәде еткен жәннатты. Имам Ибн Касир рахимаулла, Алла ол кісіні рахымына алсын, бұл аяттың тәпсірінде жақсылыққа ұмтылу және оны уақытынан кешіктірмей дереу орындау адам баласының екі дүниедегі бақытының кілті деген.
Ғұламаларымыз бұл аяттағы жарысыңдар деген бұйрықты екі мағынада білдіреді дейді. Фастабиқул хайрат дегендегі мағына мына екі нәрсені қамтиды дейді. Яғни ол біріншісі уақыттан озу. Уақыттан озу деген қалай? Жақсылық істі кейінге қалдырмай, бірден асыру, осы уақыттан қалмауды айтады. Өйткені неге? Өйткені өлім адамның жақсылық жасап болғанын күтпейді. Бір нәрсеге садақа бергенін күтпейді. Намаз оқығанын күтпейді. Сол себепті уақыттан озу дейді. Бірінші нәрсе. Екінші нәрсе өзгелерден озу. Яғни айналадағы адамдарға қарап бой түзеу, сауапты істерде көшбасшы болуға ұмтылу. Мысалы, адам баласы өзге біреудің байлығына не мансабына қызғанышпен қарамай, одан ол байлықтың, мансаптың кеткенін қаламай, мен де осы сияқты болсам ғой, маған да осы нәрсе нәсіп болса ғой, мен де осы кісі сияқты жақсылық жасай алсам ғой деп қызғанышпен қарайтын болса, міне осы жақсылықта көшбасшы болу дегенді білдіреді. Өзгелерден озу дегенді осы білдіреді. Алла Тағаланың фастабиқул хайрат дегендегі аяты осы екі мағынаны қамтиды екен. Біріншісіне уақыттан озу. Бір жақсы амал келді ма, оны өзгелерден бұрын жасауға ұмтылу. Екіншісі адамдардың арасында жақсылықта, сол жақсылықта көшбасшы болу. Ол нәрсені үлгі етіп көрсету осы екі мағынаны қамтиды дейді. Хакім Абай атамыз өзінің қара сөзінде жүйрік ат кейде ол елде, кейде басқа елде. Қыран құста жүйрік ит те кейде оның қолында, кейде ананың қолында болатұғын нәрсе дейді. Яғни бір дүние бір адамның қолында тұрақтап қалмайды. Кейде ана жақта болады, кейде мына жақта болады дейді. Әлде бір дүниенің біреудің қолында бүгін болса, ертең жоқ болатындығын айтқан. Сол себепті мұсылман адам мал дүниенің көптігімен емес, жақсы амалдарды көбірек жасау арқылы жарысуы қажет дейді. Құранда Алла Тағала осы нәрсеге байланысты Закария пайғамбардың перзент сұраған дұғасы қабыл етілгендігі туралы айтылғаннан кейін мына бір аятты айтады. Иннахум кану юсариуна фил хайрат дейді. Закария алейхиссаламның ұрпақтары олар не дейді? Кану юсариуна фил хайрат, олар жақсылықта жарысатын, жақсылық жасауда асығатын адамдар еді дейді. Бұдан біз не түсінеміз? Жақсылық жасауда, жақсы амалдарда жарысу пайғамбарлардың бойында болған сипат екендігін түсінуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда бір нәрсе жасауда, жақсылық жасауда қатты асатын болған. Жақсылық жасау біз ойламайық, адамдардың бір нәрсесіне пайдасын келтіру, бір жақсылығын, бір жамауын, жыртығын жамап беру деп түсініп қалмайық. Жақсылық жасау бұл Алла Тағаланың бізге бұйырған бұйрықтарын орындауда да асығу. Алла Тағала біздерге намаз оқуды, ораза ұстауды, зекет беруді, қажылыққа баруды бұйырды. Осы нәрселерде де бірінші орындау да бұл да жақсылықта жарысуды білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам отбасымен үйде отырып, ойнап күліп отырып, азанның дауысы естілген уақытта бірден тұрып кетіп қалатын дейді. Айша анамыздан бұл жайында сұраған уақытта Айша анамыз Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бізбен бірге кәдімгі отағасы болып ойнап күліп отыратын дейді. Азанның дауысы естілген уақытта Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам біз оны танымайтындай, ол бізді танымайтындай орнынан тұрып кетіп қалатын дейді. Танымайтын адаммен қалай мәміле жасайды? Араласпайды ғой, мен сөйлеспейді, жанынан былай өтіп кетеді. Тура сол сияқты Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам азанның дауысы естілген уақытта орнынан тұрып бірден кетіп қалатын дейді. Бұл нәрсе нені білдіреді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жақсы амал жасауда бірінші болған, бірінші қатарда.
Демек бұл тек қана не емес, бүкіл пайғамбарлардың жасаған жолы, бүкіл пайғамбарлардың жолы да бұл жақсылықта жарысу. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Ла хасада илля фи итhnайни» дейді. Екі нәрседен басқа нәрседе хасаттық, яғни қызғанышпен қарау жоқ дейді. Осы екі нәрседе ғана рұқсат етіледі, басқа нәрселерде қызғанышпен қарауға рұқсат етілмейді дейді. Ол не нәрселер? «Раджулун атаху Аллаху малан фасаллату аля халакихи фил хаққи». Алла Тағала оған мал дүние беріп, ал ол кісі оны игі істерде жақсылыққа жұмсайтын адам. Осы адамға бір қызғанышпен қарауға болады дейді. Бай дәулетті адамға Алла Тағала сол кісіге дәулет берген, байлық берген, ал ол кісі ол дүние мал мүлікті не дейді? Жақсылық жасауды жұмсайды дейді. Міне осы кісіге қызғанышпен қарауға болады дейді. Екінші қызғанышпен қарауға болатын адам ол Алла Тағала ол кісіге хикмет, ілім беріп, ол онымен үкім етіп, оны адамдарға үйрететін адам дейді. Яғни ғалым адамға қызығып қарауға болады дейді. Қызғанышпен қарау дегенде біз былай түсініп, кейде былай түсінеміз. Ол нәрседен қызғанышпен қараған кезде бүкіл адамдардың ойында мына нәрсе болады. Ол нәрсе одан кетіп, маған келсе екен деген. Бұл жердегі қызғаныш, құрметті жамағат, ол жайлы айтылып жатқан жоқ. Бұл жердегі қызғаныш, ол Алла Тағала оған берген нығметтерді арттырып, одан маған да бір үлес берсе екен, мен де сол кісі сияқты болсам екен деп қызғанышпен қарауды айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл хадисіне не түсінуге болады? Байлық мақтану үшін емес. Байлық мақтану үшін емес, қоғамға пайда келтіру үшін берілген дүние. Ал ілім тәкаппарлану үшін емес, халықтың білім деңгейін көтеріп, халықты ағарту үшін берілген нәрсе екендігін түсіну керек. Бұрынғы біздің аталарымыз, Мәшһүр Жүсіп, Абай аталарымыз, Мағжан Жұмабаев, көптеген ғалым ағартушы аталарымыз осы жолда жандарын пида еткен. Халықты ағартайын, халықтың білімін көтерейін деген мақсатта өздеріне берілген білімді халыққа жұмсаған. Жәбір ибн Абдулладан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Хойрун наси анфаухум линнаси. Адамдардың ең жақсысы ол адамдарға пайдалы болғандары дейді. Немесе бір байлығымен, немесе қолышымен, немесе білімімен пайдалы болу адамдардың ең жақсысының қатарына жатады. Бұл жақсылықта жарысу жайлы біз хазіретті сахабалардың, ардақты сахабаларымыздың да өмірлерінен байқауға болады. Тәбук жорығын баршаларыңыз білесіздер. Сол Тәбук жорығында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Тәбук бір жорық жасайтын кезде оған белгілі бір мөлшерде, белгілі бір деңгейде қаражат керек болатын болады. Яғни аштан аш тұрып жорыққа аттанып кете бермеген. Малдарын дайындаған, аттарын дайындаған, жейтін азықтарын дайындаған, қару-жарақтарын дайындаған, оның барлығы не? Дүние, мал-мүлік. Оның барлығы бір дүниені, мал-мүлікті талап етеді. Сондай бір жорықта, яғни Тәбук жорығында пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тағы да дүние жинауға кіріседі. Сахабаларын айтады. Осындай Тәбук жорығына мал-мүлік, дүние жинаймыз дейді. Сонда Омар радиаллаху анху осы бір жақсылықта мен Әбу Бәкір радиаллаху анхуден озайын дейді да, өзінің үйінде тұрған мал-мүліктің тең жартысын алып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына әкеледі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Ей Омар, үйіне не қалдырдың?» деген кезде, «Я Расулалла, мен мал-мүлкімнің жартысын, дүниемнің жартысын үйіме қалдырдым, отбасыма, бала-шағама қалдырдым» дейді. Содан кейін Әбу Бәкір радиаллаху анху келеді, дүние мал-мүліктерін ұстап. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Ей Әбу Бәкір, сен отбасыңа, үй ішіңе не қалдырдың?» деп сұраған кезде, Әбу Бәкір радиаллаху анху не дейді? «Мен үй ішіме, отбасыма
Алланың разылығы, Алла Тағаланың разылығы мен оның елшісінің сүйіспеншілігін қалдырдым деп кеткен. Сонда Омар радиаллаху анху, ей Әбу Бәкір, мен сенен ешқандай бір жақсылықта оза алмайтын болдым ғой деп өкінішпен кеткен. Әбу Бәкір радиаллаху анху бір жақсылық жасауда, тақуалықта озаттардың қатарында болады. Алла Тағала бұл кісі жайлы Құранда Уақиға сүресінде «Вәссәбиқун әссәбиқун улаикәл муқаррабун» деген. Осы мал мүлкімен, иманымен, жақсылық жасауымен осы дүниеде алдыңғы қатарда тұратындар, алдыңғы сапта тұратындар, қиямет күні де Алла Тағаланың алдында алдыңғы сапта, алдыңғы қатарда тұрады. Және де олар Алла Тағалаға ең жақын құлдар деп Уақиға сүресінде баяндаған. Алла Тағала баршаларымызға сол кісілердің қатарында болуды нәсіп етсін. Құранда жақсылықта жарысудың сипаттары сипатталған. Ол Муъминун сүресінде, Фатыр сүресінде, Әл-Имран сүрелерінде баяндалған. Муъминун сүресіндегі жақсылықта жарысушылардың, озаттардың сипаттары былай деп сипатталды. Estaizu billah, innellezina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, wallezina hum bi ayati rabbihim yu'minun, wallezina hum bi rabbihim la yushrikun, wallezina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiqun. Мағынасында расында олар Раббыларынан қорыққандықтарынан дірілдеп сескеніп тұратындар дейді. Раббыларынан қорыққандықтарынан дірілдеп сескеніп тұратындар дейді. Қай жерде? Олар кез келген жерде солай тұратындар. Намазда болсын, сыртта болсын, мешітте болсын, үйде болсын, Раббыларынан қорыққандықтарынан сескеніп тұратындар дейді. Олар Раббыларының аяттарына кәміл иман келтіргендер дейді. Алла Тағаланың Құран-ы Кәрімдегі аяттарына толығымен иман келтіргендер. Олар Раббыларына еш серік қоспайтындар дейді. Озаттар жайлы айтып жатыр. Озаттар жайлы. Кімдер дейді? Намазда кез келген жерде Алла Тағаладан қорыққандықтарынан дірілдеп тұратындар. Және де аяттарына кәміл иман келтіргендер. Және де Алла Тағала ешбір серік қоспайтындар. Және Алла жолында бергендерін, садақа игі амалдарын, Алла жолында бір садақа игі амал береді. Раббыларына қайтаратындықтарынан жүректері қорқа отырып беретіндер дейді. Бір садақа беріп жатса да қорқып отырып береді дейді. Игі амал жасап жатса да қорқып отырып жасайды дейді. Міне солар жақсылықта асығады, және олар осы істерде озып кетеді деп сипаттаған. Яғни улаика юсариуна фил хайрат, міне осы кісілер жақсылықта жарысып жүргендер дейді. Ва хум лаха сабиқун, және осы кісілер ол жақсылықта озып шыққандар дейді. Сонда Айша анамыз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, я Расулаллах, бұл аятта айтылғандардың, яғни осы аятта айтылғандар күнә жасап, зина жасап, арақ ішіп, содан кейін барып қорқатындар ма дейді. Яғни күнә жасап болғаннан кейін барып осы күнәлері үшін қорқатын адамдар жайлы айтылып жатыр ма дейді. Не деді аятта? Инналлазина хум мин хашияти раббихим мушфиқун. Олар Алла Тағаланың Раббыларынан қорыққандықтарынан дірілдеп тұратындар деді ғой. Сонда Айша анамыз, олар күнә жасап болғаннан кейін барып сөйтіп қорқып тұратындар ма деп сұрады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ей Сыддықтың қызы, Әбу Бәкірдің қызы Айша анамызға айтады. Бұл жерде айтылғандар, олар намаз оқитын, ораза ұстайтын, және Алла берген нәрселерінен Алла жолында жұмсайтындар, үсте тұра, садақа бере тұра, намаз оқи тұра, игілік жасай тұра, осы амалдарым менің қабыл болды ма, болмады ма деп қорқып тұратындар деп айтқан ғой. Міне осы кісілер жақсылық жасауда жарысатындар, және бұлар не істейтіндер? Озғандар. Құранда Алла Тағала осы кісілер жайлы уа хум лаха сабиқун деп, олар озушылар деп айтқан.
Алла Тағала баршаларымызға осы аятта сипатталған Алла Тағаладан шынайы қорқатын мүміндердің қатарынан болуды баршаларымызға Алла Тағала нәсіп еткен болсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Алла Тағала баршаларыңыздың басып келген қадамдарыңызға сауаптан, нұрдан жазсын. Алла Тағала бүгінгі естіп білген нәрселерімізге амал етуді, бүгінгі естіп білген нәрселеріміздің қатарында болуды, жарысушылардың және онда озушылардың қатарында болуды Алла Тағала баршаларымызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.